қазіргі кездегі жастардың жүрегінің, адамның жүректің қатаюы, сондай бір қорқынышты фильмдерді көру арқылы үнемі адам сондай нәрсеге көре беретін болса, адамның мейірімсіздікке алып келуге бір себеп болып қалуы мүмкін. Сондықтан да қорқынышты фильмдерден мүмкіндік болса көрмеуге, алыс жүруге әрекет жасау керек. Қорқынышты фильмдер деген адамның жалпы жан дүниесіне қатты әсер етеді. Немесе адам құлшылық жасап жүрген адамдардың өзіне де жаңағы күнделікті жасаған құлшылығына да біраз рухани жағынан зардап беруі мүмкін. Сондықтан да жан дүниенің тыныштығы деп жатыр, соның барлығының бұзылуына себеп болады. Өйткені көз деген бір жүректің айнасы. Мысалы көзбен қараймыз, ол жүректің айнасы, ол жүрекке қатты әсер етеді. Құлағымыздың өзі Алланың берген құлақтың дауысты есту арқылы жақсы сөз естісек те, жаман сөз естісек те, ол жүрекке әсер етеді. Сондықтан да оның барлығы жүрекке әсер ету үшін тек қана жақсы сөзді тыңдайтын болсақ, ол да жүрегімізге пайдалы. Егер жаман сөз болатын болса да, ол жүрекке әсер болады. Бұның барлығы адамның рухына әсер етеді, адамның мейірімсіздікке алып келіп соғуы мүмкін. Сондықтан да одан аулақ болған жөн.